Сәлем қыздар, үй жағдайында өте дәмді, жұмсақ болып шығатын түрлі формадағы етті бәліш дайындаймыз. Үй жағдайындағы рецепттерді жіберіп алмау үшін менің каналыма жазылып, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ұнымызды, тұзымызды, суымызды қосып, нанымызды илеп аламыз. Нанымыз ию қанғанға дейін пищевой пленкаға орап 30 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Менде фарш, пияз және де картоп. Салмасы дайын болғаннан кейін қамырымызды бөліктерге бөліп жаюды бастаймыз. Етті бәлішке түрлі формалар қолдансаңыздар болады. Дайын болған нанымыздың салмасын саламыз. Үстінен екінші қабатымызды жауып, осылай өру арқылы әсемдесеңіздер болады. Ортасынан X арқылы кесіп, ішіндегі етіміз жақсы пісу үшін, және де шет-шетіне узорлар салсаңыздар болады. Жұмыртқаны жағып шығамыз сарысын. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 45 минутқа пісуге қоямыз. Келесі түрін өру арқылы жасасаңыздар болады, немесе үлкен самса арқылы. Қалған нанымызды қатпарлы нан жасаймыз. Ол үшін нанымызды жұқалап жайып аламыз, үстіне май жағып, жусай сеуіп, осылай орап шығамыз. Үстінен қатты баспай, оқтаудың көмегімен жайып, үстін жұмыртқа жағып, қызып тұрған пешімізге саламыз. Пирогтарымыз дайын, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді болады. Ол үшін ешқандай разрыхитель немесе суы да керек емес. Астарыңыз дәмді болсын.